Ассалаумағалейкум ағайын. Гумисел ГФ кешені туралы мақалаларды оқуын жалғастырамыз. Қазір біз yot.kz сайтының бас парақшасында отырмыз. Төмен қарай жылжытамыз. Алтыбақан шыққанша, мен алтыбақан шыққаннан кейін мына жоғарыда мәзір бар. Сол мәзірде мақалалар дейтін сілтемеге басамыз. Төмен қарай жүреміз. Сөйтіп мына екінші парақшадан бастап осындай Гумисел деп жазылып тұрған бір құтының суреті шығады. Осы суреттердің барлығы Гумиселге тиесілі мақалалар. Бүгінгі мақала мына үшінші параққа барайық. Гумисел, яғни гуминдік футбол кешені мен нанайоттың үлесімі. Осы туралы мәлімдейік бүгін. Мына мақалаға кірдік. Бұл біздің негізгі жұмысымыз осы нанайот жобасын ілгері былай айтқанда адамдарға көрсету, үйрету, осы бағытта жұмыс жасаймыз. Мына Гумисел бұл сол бағытқа көмектесетін, яғни сай келетін өнім, сол туралы айтқымыз келеді. Сол себептен осы мақаланы шығарған едік. Міне Гумисел, яғни гуминдік футбол кешені мен нанайоттың үлесімі. Йот және Гумисел қабылдау схемасы мен күтілетін нәтижелер қалай өзгереді? Бірінші, Гумисел өнімі туралы маңызды түсініктеме. Біріншіден, Гумисел ол классикалық гуматты емес, таза гумин қышқылдары емес. Нақтырақ айтқанда, құрамында фульволық фракция басым 63.5%. Гумин фракциясы бар, сорбциялық және қорғаныш әсер береді. Сұйық формада болады, жоғарғы биожетімділікке ие. Және ферменттелген негіз камбуча асқазан ішек жолына жұмсақ әсер етеді. Яғни, сіз көріп тұрған мына құтыда, бұл 6 литрлік құты, ішінде 3 зат бар. Негізгі судың рөлін ойнайтын камбуча, енді орысша квас деп айтсақ болады. Бірақ соның ішінде Гумисел бар да, яғни гуминдік фульволық қышқылы бар. Сондықтан Гумисел йотты бейтараптандыратын сорбент ретінде емес, йоттың қабылдауын оңай қылатын өнім ретінде қарастырған дұрыс. Міне екінші мәселе, Гумисел йотпен қалай әрекеттеседі? Яғни фульволық қышқылдармен йотты қосқанда қандай әсер? Әсер ету механизмдері. Микроэлементтермен лабильді кешендер түзеді. Трансмембраналық тасымалды жақсартады. Мембрана деген сөз әрбір жасушада дуал болады, қабырға болады. Соны мембрана деп атайды. Содан, мысалы, көп зат өте алмайды. Жаман заттар өте алмайды. Кей кезде адам ауырған кезде жақсы заттар өтпейді. Сол себептен трансмембраналық деген сөз мембранадан өте алатын сипаты бар өнім болғаннан кейін осы жақсы заттарды жасушаға тасымалдауды жақсартатын өнім. Асқазан ішек жолының шырышты қабатын тітіркенуден қорғайды. Жасушалардың антиоксиданттық қорғанысын қолдайды. Ал йод қабылдағанда, нанайот қабылдағанда бұл келесі нәтижелерді береді. Йодтың тіндеріне біркелкі түсуі, йодтың реакцияларын азайтады, ауырлық реакцияларын азайтады. Тахикардия, мазасыздық, асқазан ішек жолындағы күйдіру қаупінің төмендетеді. Негізі біздің нанайот ешқандай зиян жоқ, бірақ сонда да жалпы йод туралы айтып отыр да, йодтың алмасу процесіне физиологиялық түрде қосылады. Гумиселдің гуминдік фракциясы және йодпен қосылғанда қандай әсер болады? Механизмі қандай? Бәсекелес галогендерді бром, фтор және хлорды да байланыстырады. Мына жерде хлор жазып алыппыз ғой. Ішектен шығатын эндотоксикалық жүктемені азайтады, қабыну деңгейін төмендетеді. Нәтижесінде ағзаның йодқа жұмсақ бейімделуі
асқыну реакцияларының азаюы, ішек пен бауырдың қорғалуы пайда болады. Үшінші мәселе, йодты гумиселмен қалай дұрыс қабылдау керек? Оптималды схема, яғни ең дұрыс схема. Көпшілік адамдар үшін ұсынылған нұсқа мынандай: таңертең гумиселді ішесіз, бір ас қасық аш қарынға немесе тамақтан 20-30 минут бұрын сумен араластырып та ішуге болады. Әсері ішекті дайындайды, токсикалық жүктемені азайтады, микроэлементтердің тасымалын белсендіреді. Одан кейін йод ішкен кезде тамақ кезінде немесе тамақтан кейін күннің бірінші жартысында, бұл кезде йод тазартылған әрі дайындалған ортаға түседі. Маңызды ақпарат: гумиселді классикалық гуматтар сияқты 2-3 сағатқа бөлу қажет емес, себебі құрамында фульвалық қышқылдар басым. Олар йодты яғни бұғаттамайды, керісінше оның сіңуін және төзімділігін жақсартады. Йод гумисел қосылымынан қандай нәтиже күтуге болады? Шынайы және ғылыми тұрғыдан дұрыс әсерлер мынандай: йодтың жақсырақ көтерімділігі, яғни сіңуі, жанама әсерлерінің азаюы. Негізі біздің нанойодтың әсері, яғни жанама әсері жоқ, ешқандай зияны жоқ. Энергия деңгейінің тұрақтануы, қалқанша без функциясын жұмсақ қолдау, йод тапшылығы белгілерін азайтады. Бесінші мәселе, қосымша түсініктеме: нанойод йод дозасын арттырмайды және гормондарға тікелей әсер етпейді. Гумисел, сондай сипаты бар. Ал ағзаның йодқа реакциясының ретсіздігін азайтып, оны физиологиялық түрде пайдалануға жағдай жасайды. Гумисел фульвалық гумин матрица, ол йод қабылдау жұмсақ, қауіпсіз және биожетімді қылып етеді. Сондай-ақ жанама әсерлер қауіпін төмендетеді. Айтып шықтым, жанама әсері жоқ біздің нанойодта ары қарай. Бұл дәрмектің әсер етуі кезең-кезеңімен айтқанда, ас қорыту жүйесі деңгейінде алғашқы байланыс не болады? Ішке қабылдағаннан кейін гумисел кәдімгі тағам сияқты қорытылмайды, ол биоактивті матрица ретінде әрекет етеді. Не болады сол кезде? Фульвалық қышқылдардың молекулалары өте кішкентай. Олар ішектің шырышты қабаты арқылы оңай өтеді, токсиндерді, ауыр металдарын, тұздарын, ыдырау өнімдерін байланыстырады, яғни байлайды. Ішек микробиотасының құрамын жақсартады. Нәтиже: ішек тазарады, қабыну азаяды, қоректік заттардың сіңуі жақсарады. Микроэлементтердің тасымалы. Негізгі кезең: фульвалық қышқылдар биологиялық тасымалдаушы ретінде әрекет етеді. Молекулалық деңгейде не болады? Фульвалық қышқылдар минералдар мен хелаттық кешендер түзеді, яғни магний, цинк, темір, кальций және тағы басқа элементтер сіңеді. Бұл кешендерді жасуша мембраналары таниды. Минералдар жасуша ішінде жеңіл өтеді. Қарапайым биобелсенді құрамдарынан айырмашылығы: микроэлементтер жасушаға дейін жетеді, асқазан ішек жолында жоғалмайды. Келесі процесс: жасуша деңгейінде әсер. Ең маңыздысы жасуша мембранасы. Фульвалық қышқылдар мембрананың өткізгіштігін арттырады, йод алмасуын жақсартады, сонымен ион алмасуын жақсартады, оның ішінде натрий, калий, кальций. Жасуша жақсырақ тыныстап, жақсырақ қоректенеді. Митохондриялар, энергия станциялар. Фульвалық қышқылдар тотығу стрессін азайтады, тыныс алу тізбегінің жұмысын жақсартады. АТФ, ол аденозин трифосфат деген зат, түзелуін арттырады. Негізі осы АТФ-тің нашарлауынан, азаюынан адамда сусамыр пайда болады. Екінші топ дейді ғой, диабет екінші топ, соны емдейді. Нәтижесінде энергияның артуы, төзімділіктің жоғарылауы, тез қалпына келуі, сондай адамда сондай сипат көбейеді. Антиоксиданты қорғаныс. Гумин және фульвалық қышқылдар бос радикалдарды бейтараптандырады. ДНК яғни зақымдауын азайтады. Жасуша ақуыздары мен липидтерін қорғайды. Бұл қартаюды, баяулатудың және ағзаларды қорғаудың негізі болып табылады. Детоксикация. Бауыр және қан.
гумисел табиғи сорбент ретінде әрекет етеді, бірақ жұмсақ түрде жұмыс жасайды. Пайдалы заттарды шайып кетірмейді, бауырдың ферменттік жүйелерін күшейтеді, токсикалық жүктемені азайтады. Нәтижесінде бауырды қолдайды, интоксикацияның төмендеуіне себеп болады. Иммундық жүйе. Жасушалық деңгейде макрофагтардың жұмысы жақсарады, иммундық жасушалардың реакциясы реттеледі, аллергиялық гиперактивтілік азаяды, иммунитет агрессивті емес, теңгерімді болады. Тері, шаш және тіндердің қалпына келуі. Фульвалық қышқылдар жасуша деңгейінде суды ұстап тұрады, фибробласттардың қоректеуін жақсартады, тіндердің регенерациясын жеделдетеді. Нәтижесінде тері жағдайының жақсаруы, бәртпелердің азаюы, зақымданудан кейінгі қалпына келу процесі дұрыс жолға түседі. Неліктен әсері жүйелі болады? Себебі гумисел гормон емес, стимулятор емес, симптомдарды баспайды. Ол жасушаның негізгі жұмысын жақсартады, ал жасуша дұрыс жұмыс істегенде бүкіл ағза қалпына келеді. Маңызды ақпарат. Әсері жинақталмалы, яғни жиналып әсер береді. Ұзақ уақыт ішкен абзал. Курспен қабылдағанға тиімді, ересектерге, балаларға, қарт адамдарға, жүкті және бала емізетін әйелдерге қолдануға болады. Бұл мақаланы жүктеу дейтін батырмаға басатын болсаңыз, PDF формат ретінде жүктеп аласыз. Ұялы телефонмен жүктеп алсаңыз да болады, компьютерге де жүктеп алсаңыз болады. Сөйтіп үйде оқып отырып, еске салып отырасыз. Сау болып тұрыңыз.